Мен өмірге келген өңірде көп аса орыстар тұрды. Қазақша сөйлейтіндер өте аз. Нағашы әжем мен туған әкем қазақ, нағашы атам орыс ұлтынан, туған анам метис, өте сұлу болды. Әппақ үлбіреген сұлу мүсіні бар. Көздері әжеме тартқан қой көзді қоңыр. Сол бір анамның сұлулығы маған да берілген. Әкем жетім еді, балалар үйінде өскен. Анаммен бас қосса да нағашы әжемнің үйінде тұрып жаттық. Көп аса әкемде баласындай жекіп, анам үйден қуады. Әкем тек ақша әкелсе ғана анамның күйеуі екені есіне түседі. Бұлай көп аса жанжалдасып қалатын. Нағашы әжем мені өз қолымен 5-ші сыныпқа дейін қазақ мектебіне берді. Әжеме көп еркелейтін мен сабақ оқуға ынтам болмады. Анам бір компанияда жұмыс жасайды, хатшы болып істейді, әрі бастықтың көңілдесі. Көп замай әкем басқа отбасы құрғанын естіп қатты қапаландым. Әкем мені кішкене болса да еркелетіп, жылулық сыйлайтын еді. Енді міне анам мені одан да айырды. Сол үшін анамды жек көріп өстім. Арада жылдар өтіп жатты. Анамның бастығы үлкен қалаға көшті. Анам да соның артынан кете барды. Мен 9-шы сыныпқа дейін нағашы әжемнің тәрбиесінде болдым. Десе де анама деген ыза жүрегімді әбден қатайтты. Мектепті анау айтқандай оқымадым. Мен де анам секілді сұлу болдым. Жігіттер жолымда жүретін, бірақ әжем тым қатал болды. Ешбір жерге жібермейді. Сыныптастарым отырыс жасап, туған күн кешіне барса, мені әжем жібермеді. Сол үшін жылап алатынмын. Бірде анам сықиып қаладан 18 жастағы бойжеткен секілді киініп келді. Ал мен анамның қуыршақ секілді түріне қарап таңданып қалыппын. Қалаға кеткендер неге сонша әдемі болып өзгеріп кетеді екен? Анам келгенде оған ашуланып айқай шығардым. Әттең, әжемнің қасында қалып, бейкүнә пәк болып жүре бергенімде ғой. Араға 1 жыл салып келген анама не сәлемім жоқ, не амандығын сұрамай, сен өзі қандай анасың, менің барым да, жоғым да саған бәрібір ме? Мен мына қапаста қаншалықты қиналып өмір сүріп жатырмын, білемісің соны? Әжем мені түрмедегі қылмыс кендерден де бетер қамап ұстайды. Тіпті осы үйдің басы байлы құлы сияқтымын деп жылап жібердім. Негізі әжем өте жақсы адам ғой. Жалғыз қызын еркелетіп өсіріп, көресіне көргесін мені кішкене қатты ұстағаны сол. Ал мен сорлы оның бәрін кеш түсіндім. Әжем байғұс менен мұндай сөзді күтпеді. Қызым-ау, не деп тұрсың сен? Сені жаман болсын демеймін, есейгенде түсінесің деп ақталып жатыр. Ал мен одан сайын қорлық көрген адам секілді бақыра жылап жаттым. Сол кезде жастығым болар, бәлкім өзім жеке тұлға ретінде еркіндікті аңсадым ба, әйтеуір әжемнің үйінен кеткім келді. Анаммен қалада тұрғым келді. Өксігімді басып, мен қалада анаммен тұрамын деп бірден айта салдым. Анам болса, доча, қалада менімен тұра алмайсың, осында бабушкамен тұрасың, мен үйде көп болмаймын, ол жақта саған қиын болады деп мені райынан қайтарғысы келді. Өтпелі кезеңде жүргенмен мені қызым деп санамайтын болсаң, не үшін тудың? Егер мені осында тастап кетсең, өзіме қол жұмсап өлемін дедім. Қалаға да жеттік. Үйге бармай тұрып, анам жаңа киімдер алуға бутиктерге бардық. Әдемі қымбат киімдер алып берді. Салонға барып шашымды да қырқылып, өзімді қаланың сұлуы санап, жаңа күнге аяқ басқандай күйде болдым. Бір қызығы, бізді көргендер анам екеумізді әпкелі сіңілі ретінде көрді. Анама бәрі таңырқап қарап, сіз шынымен анасы боласыз ба? Өте жас көрінесіз деп таң қалып жатты. Анамның шағын 3 бөлмелі пәтеріне келдік. Сол күні кешке көңілдес бастығы үлкендеу ер адам үйге жетіп келді. Ол да келе сала мені көріп таңғалып қалды. Бірақ кетпеді. Сөйтсем анамның құшағын аңсап келген екен. Анам дастархан жайып, анауына қойып, жаман суда ішілді.
Әлгі бастығы жатын бөлмеге кіріп кетіп, анамның атын дауыстап шақырды. Кішкене масайған анам: «Доча, тез бөлмеңе кір де ұйықтап қал» деді. Мен ештеңе түсінбей қалдым. Анама басымды изеп, әлі дастарханнан тұрмадым. Анам асыға кетіп қалды. Дастархан жиыстырып, ыдыс жуып тастағым келді. Ойымда ештеңе жоқ. Бір кезде ыңырсыған дауыстар естілді. Басымда ұялып кеттім. Бөлмеме жүгіріп барып, жастықты басыма жауып жаттым. Бәрібірде олардың дауыстары естіліп тұрды. Анамның түнде жасайтын істеріне құлағым үйренгендей. Уақыт өте, мен тіпті сығалауды шығардым. Есікті ашып қоятын еді. Сөйтсем әлгі көңілдесі әдейілеп ашып қояды екен. Менің сығалап қарайтынымды да біледі екен ол азғын. Солай мені азғырып жүрді. Тіпті мені анамның орнында болғанымда деген қиялға күмп ететінмін. Солай жүргенде колледждегі оқуым басталды. Қалаға үйренісіп, жалғыз базар аралай беретінмін. Сол кездері DVD дегендер шығып, дискі сатып алу қызық еді. Сондай сәттері көзіме көзілдірі киіп, дискі сататын жерден жаман видеолары бар дискі алдым. Күні бойы, тіпті кейде түнде жалғыз қалатын менде ешкімнің шаруасы жоқ. Дисік көргенмен сондай жаман ынталана бастадым. Анамның көңілдерін көз алдыма келтіріп, сол кісімен болып жатқандай күй кешіп, өз астымды қолымен сипалап, сұқ саусағымды тығып алатынмын. Рахат сезімді бастан өткіздім. Бәрінен де мен анаммен көңілдесім әр түн сайын аңдып, анамның қасындағы ер кісінің астыңғы затын көріп есім кетті. Әбден ондайға ойым кеткенмен, ізімнен жүгірген өзіммен жасты жігіттерді менсінбей, бар ойым әлгі анамның еркегімен бірге болу болды. Менде анам секілді ашық, қысқа киімдер киіп, өзімді қуыршақтай ұстап өзгере бастадым. Үйге келген анамның еркегін көзіммен тесіп жіберердей қадала қарап, онымен сөйлесуге тырысып, көп ұзамай ол мені түсінді. Анамның бастығы болғандықтан анамды әдейілеп іс-сапарға жіберіп, менің үйде жалғыз қалатынымды білген ол қолында тәттілері бар үйге келді. Оны көрген менде әбден ескетті. Қуанғаным соншалықты оның мойнына асыла кеттім. Ол да мені күтіп жүргендей мойнымнан сүйді. Бәрін бірден болғанын қалағанмен асыға киімдерін түсірдім. «Балақай, асығыс жасама, мен сені жақсы көремін. Бірақ бірге бола алмаймыз. Сен әлі 18-ге толмағансың. Қазір ондай нәрсенен айырылсаң, ертең проблема болады. Түсіндің ғой, иә тәттім. Қазір басқа тірлікпен айналысамыз» деп, беліндегісін шешіп, шалбарын түсірді. Ол астыңғы жағын аузыма салып жіберді. Дискіден көрген едім бұндай сорақылықты. Ал менің қалағаным бұл емес еді. Бәлкім оның астыңғы жағын аузыма салсам, рахат сезім болар деп ойладым. Тұншығып, жеркеніп, оның дегенін бекер жасадым. Сол күннен соң ұшынып бір апта жаттым. Арада тағы да күндер өтіп жатты. Әлгі анамның еркегі тағы келді. Бұл жолы мен анадағы жағдайдан соң ұшынып ауырдым. Ол нәрсе ұнамайды деп айта салдым. Ол күліп, мені ұстап, екі жағымды сүйген сайын еріксіз ыңырсына кеттім. Өзімді ұстай алмай, менімен болғым келеді деп жалынғандай боламын. Ол мені одан сайын қолымен сипалап, әбден өзіне ынтықтырды. Солай болып жатқанда, артқы жағыма тығып жібергенде менің жан айқайым шықты. Дискідегі әйелдердің өтірік ыңырси береді екен. Дискі олар артқы жағымен болып жатқанда керемет сезімге бөленіп жатқандай болатын. Менде сондай сезім аламын деп тағы бекер қателесіппін. Ойбай, керек емес, тартана бәлеңді деп айқайлап жібердім. Ол болса, тәттім-ау, бастапқыда солай болады. Үйреніп кетесің, хане, келе ғой деп жұбатып әлек. Ашуланып кеткенмен кетші бар, мұндай керек емес. Дәл қазір үйден кет деп қуғандай болдым.
Тағы күндер өтіп жатты. Мен бәрін қойып, ізімнен жүгіріп жүрген жігітпен кездесіп, ақыры өз дегенімді жоғалттым. Бастапқыда бәрі қызық еді. Уақыт өте, ол қызық басылады екен. Ал мен одан кейін де қанша жігітпен болдым. Тіпті кейбіреумен подъезд алдында, көлік ішінде болатынмын. Бәрі уақытша. Қызығы басылған соң мені мусор секілді тастап кетеді. Солай жүргенде жүкті болып түсік тастадым. Бір емес, 3 рет түсік тастадым. Арада қанша уақыт өтті. Менің тұрақты жұмысым болмады. Жұмыс жасауға тұрсам, бастығым басқасы пайдаланып кетуге дайын тұрады. Еркектерден тез жалығатын мен 2 рет тұрмыс құрып та үлгердім. Бірақ сол нәрседен жалығып ажырасып кеттім. Өмірім әр еркектің астында жатып, нәпсінің жетегінде жүргенмен жаман нәрсе жұқтырып, ауырдым да қалдым. Бәріне кінәлі өзім. Бірақ анамды жек көремін. Осындай жетесіз, тәрбиесіз болып өскен анамның үлесі бар. Әкеммен тыныш өмір сүрсе, мені тәрбиелесе, қазір мен отбасы құрып, балаларым бар, немересі бар әже болар едім. Әттең, кезінде әжемнің қасында тұра бергенімде, алғаш жүкті болғанымда анам алдырып тастаған. Одан кейін де жүкті болғанымда тағы анам айқайлап жүріп түсік тастауға көндірген еді. 3-ші рет тағы көтергенімде өзім түсік тастауға мәжбүр болдым. 2-ші рет тұрмыс құратын кезім еді. Алланың берген сыйына қиянат жасадым. Қазіргі таңда жасым 40-тан асқан жалғыз басты әйелмін. Осы бір өмірімді өзгелерге сабақ болсын демеймін. Тек нәпсі құмарлықтың соңы үлкен өкінішпен тұратынын адамдар білсе екен деп өмірімді баяндадым.